Сәлем достар, пельмен жегілеріңіз келді ма? Магазиннің пельменінің дәмі ұнамайды. Ал үйде жасайтын болсаңыздар, сорпаға салғанда езіліп кете береді. Мен сіздерге пельменнің езілмейтін, өте дәмді болып шығатын рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Егер менің рецептім ұнаған болса, видеоның астына лайк басып, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Пельменіміздің қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек болады. 200 мл салқын су құйып, үстіне 1,5 шай қасық тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз суға біркелкі араласып кеткеннен кейін, үстіне 500 грамм шамасында ұн салып, орташа қаттылықта қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды өте қатты немесе өте жұмсақ қылмай, орташа қаттылықта илеңіздер. Сонда қамырды жайғаннан кейін жабысып қалмай, пельмендеріңіз әдемі болып шығады. Қамырымызды демалдыруға қоямыз. Ішіндегі салмасы үшін бізге пияз керек болады. Пиязды осылай ортасынан бір бөліп, видеодағыдай етіп ұсақтап тураңыздар. Себебі пиязы ірі болса, қамырды тесіп жіберуі мүмкін. Ұсақтап турап алған пиязымызды алдын ала ет тартқыштан өткізіп алған 250 грамм фаршымыздың үстіне саламыз. Пиязымыздың үстінен дәміне қарай, өз қалауыңызға қарай тұз себесіздер. Егер тұздан кейін ұнататын болсаңыздар, қара бұрыш та қосуға болады. Қара бұрыш ерекше нәзік дәм береді. Пияздан бастап барлығын жақсылап езіп араластырып аламыз. Міне қыздар, біздің ішіне салатын салмамыз дайын болды. Енді жаңағы бері демалып тұрған қамырымызды қатты жұқалап жібермей жаюға кірісеміз. Қамырды қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Қамырдың қалыңдығы видеода анық көрініп тұр. Оқтаудың көмегімен осы видеодағыдай етіп, қамырларыңызды кесіп аласыздар. Енді кесіп алған қамырымыздың ішіне жаңағы салмамызды салып, тиюді бастаймыз. Қамырдың ортасына салмамызды салып, қамырдың бос тұрған жерлерін бір-біріне нығыздап жабыстырамыз. Ашық қалған жері қалып кетпеу керек, себебі қайнаған кезде ішіндегі еті, яғни салмасы сыртқа шығып кетуі мүмкін. Сол үшін мұқият жабыстырыңыздар. Қыздар, біздің пельмендеріміз, тұшпараларымыз түйіліп дайын болды. Енді біз сорпасын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге пияз қажет болады. Пиязымызды осы видеодағыдай етіп тураңыздар. Негізі пиязды кез келген пішінде турауға болады. Мен помидорды пайдаландым. Егер помидорыңыз болмаса, бір ас қасықты томат қоссаңыздар да болады. Бірақ қазір жаз мезгілі болғандықтан помидор қоссаңыздар, сорпаларыңыз ерекше дәмді болып шығады. Және де бізге бір немесе 2 тал картоп қажет болады. Картопты да ортасынан бөліп, қатты ірі емес, қатты майда емес, орташа пішінде турап аламыз. Сорпамызды дайындау үшін қазанымызды отқа қойып, 150 мл шамасында сұйық майымызды құйып, қызған кезде пиязды салып, қызыл сарғыш түске енгенше қуырамыз.
Пиязымыздың үстінен майда туралған помидорымызды, егер помидор болмаса, томат пастасын қосуға болады. Помидорымызды салып, суы тартылғанша 4-5 минут шамасында оны да қуырамыз. Помидорымыздың суы тартылғаннан кейін үстіне картопымызды саламыз. Картоптың үстінен шым-шым тұз сеуіп қуырыңыздар, сонда картоптарыңыз өте дәмді болып шығады. Картопты да өте ұзақ уақыт қуырмайсыздар. 3-4 минут шамасында қуырып болған соң, қайнаған су құйыңыздар міндетті түрде. Және де астындағы отын бәсеңдетіп, картопымыз піскенше қайнататын боламыз. Картопымыз пісіп, тұшпараларымызды, яғни пельмендерімізді сорпаға салатын кезде сорпаның тұзын міндетті түрде бір көріңіздер. Егер аз болса, үстіне тұз қосуды ұмытпаңыздар. Түйілген пельмендерімізді қайнап тұрған сорпамызға салып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып қайнатуға қоямыз. Параларымыз, пельмендеріміз қайнап шыққаннан кейін қақпағын ашып, отын бәсеңдетіп, баяу отта 12-15 минут бойы піскенше қайнататын боламыз. Достар, біздің пельменіміз дайын болды. Екінші рет магазиннен алмайтындай өте керемет рецептпен жасалған. Ешқандай да езіліп кетпейді. Сорпаға салған кезде ашылып немесе жабысып та қалмайды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Отбасы мүшелеріңізге ұнайды деген сенімдемін. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментария жазуды, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Үстіне қаймақ салып немесе айран қосып, ыстықтай ішіп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.